Ассаламу алейкум, эфирде хабарлар, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам ве шындықыда қаға бөлі мәлімат. 80% рейбері жиразы руселелер анасаға көрсетілежек түзетулерге қол тұттылар. Ярмадамыз велкі яшашқа қайта аквапарклар açылуға hazırlана. Бодене бизнесі Ахмезжет районында бір айле еді беңден зәде құшбақа. Русия Федерациясының анайсасына түзетулер көрсетілівіне руселелерінің 78%-ға яқыны қол тұттылар. Бұтын мемлекетте ұлғанына көре қырмыларының қатнашывы 17%-ға yüksекчеді. Бөле мәліматына Жұмхуриятның сайлау комиссиясы хабаратта. Бюллетенлерінің 100% бақылған сон, esas қанунға түзетулер көрсетілівіне қырмыларының 90% қол тұттылар. Yok деген cevapны 9% адам қойды. Эксперт весе сетшінасларнен Рейберовның нәтижелері ақында мұғберлеріміз қонышты. Қырымлылар ана ясаға түзетулер көрсетілігі бойынша Рейберуде фаал іштирак еттілер. Бұл сефер бұтын Русияда сайлау ноқталары еді күн девамында çalışты. Рейлеріні бүгін саба сайып бітірділер. Қырымның сайлау комиссиясы бюллетенлерінің 100%-ны ұгренді. Мемлекетінің esas қануна дінішмелерге 90%-дан зияде кіші қол тұтты. Yok деген жауапны 9%-дан зияде адам қойды. Умумен Қырымда қатнашу 82%-дан зияде олды. Лидер у нас Черноморский район. 33 УИКа, 23 390 голосовавших, результат 91.87. Yüksek қатнашуыны Devlet Дума мебусы Руслан Бальбекті қайдетті. Орей Беровның нәтижелеріне 2018 сенесінің президент сайлаулары ве референдумнен қияслады. Впервые у нас, наверное, активность крымских татар сравнивается с общекрымской активностью. Это говорит о том, что интеграционные процессы в целом смогли нивелировать всевозможные барьеры внутри самого общества, которые, к сожалению, сохранялись как некие пережитки, сформированные до 2014 года. Devlet Milletlerara комитетінің рейсі Альберт Кангиев қайдеткеніне көре, ана ясаға көрсетілген түзетулер Русияда ешаған эпосы халықларының менфаатына қорчалай. В мире, когда происходит глобализация, когда стираются многие народы и нации на фоне этих процессов, то Российская Федерация сегодня в основной закон внесла такие поправки, которые дают основание полагать, что все мы, живущие в Российской Федерации, в Крыму в частности, будем спокойны за свою культуру, за свой язык, за свою национальность. Одна из причин, конечно, это социальная причина. То, что социальные гарантии, которые введены и будут в положении Конституции, это поддержка семьи, а это означает поддержка материнства и детства, а это решение демографической ситуации. Умумен Русия Федерациясының ана ясасына 46 түзету көрсетілді. Енді оларны қанунлар мейданына кечірмек керек. Воля народа высказана, и теперь эту волю нужно будет воплотить в законодательном, прежде всего, поле, а потом и в практическом проведении этой политики. Поэтому я думаю, что на протяжении предстоящего десятилетия мы ощутим реальные изменения в своей жизни. 2020 сенесі мартның 11-інде Совет Федерациясының топлашуында мемлекетінің esas қанунына түзетулер көрсетілуі аққында қанунны қабыл етілген еді. Енді сайлаулардан соң рейлерінің эксериеті оларына алғышланған сон президент емір чықаражақ. Бұндан соң ана яса она көрсетілген түзетулер или ресми шекілде нешір етілежек. Султанис Такаева, Севиля Меметова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Қырымда четелден келген мебуслар еті екі күн кечірді. Ярмадамызда бұл зеретінің нәтижелері чықарылды. Авропа парламентынан ве Авропа муниципалитетлерінің мебуслары о зеретінің мақсады оларақ қырмлылар насыл шекілде рейбергенлеріні қайдетелер. Сайлав ноқталарында бұлынған ве сайлавчылардан қонышқан сон мебуслар өз нәтижелеріні чықардылар. Олар насылған ақында бізім лепқымызда. Четеле етінің келуі Жұмхуриятты чоқ адамны шашыртты. 2 күн девамында муниципаль ве Авропа парламентлерінің мебуслары Қырымда анайсаға түзетулер көрсетілуі бойынша рейберів кечі шатыны көзеттілер.
Где бы ни проходил референдум, независимо от страны, это уже очень позитивное событие. Изменения в Конституцию и вообще тот факт, что у людей спрашивают их мнение. Положительный момент. Бүгін парламентарийлердің Қырымда кечірген сонки күнлері еді. Олар сәләф ноқталарында бұлынған ве сәләфчыларының құнышқан сон гражданларға өз сечіміні yapmaları için епсі шырайтлер яратылғаныны қайдеттілер. Эпидемияға қаршы епсі чәрелерге riayet етілді. Мұсафирлердің фікіріне көре ең мұйымы сәләфчылар өз сечіміні анлы yapқаныдыр. Et puis d'autre part, j'ai trouvé aussi que dans les bureaux de vote où nous étions, На тех избирательных участках, где мы были, мы видели, что людям выдают брошюры, где объясняется содержание предлагаемых поправок, и сложные юридические моменты объясняются легко. Берлин парламентінің мебусы Гуннар Линдеман Қырымда 5-ші кере болуна Ялта кечірілген халқара иқтисади форумда иштирак еткен еді. Келген сайын ярымадада яны мұзбедін үшмелеріні қайдеті. The infrastructure is developing, the streets are renovating. Меняется инфраструктура, строятся дороги, построен мост, который обеспечивает как автодорожное, так и железнодорожное сообщение. В целом прогресс налицо. Делегатлар қысқа ама тойғын программа черчевесінде Ахмеджет Ялта Виалупка шерлерінде булындылар. Они отметили, что голосование было организовано на высоком уровне с соблюдением санэпидем требований. Первое. Второе. С соблюдением демократических принципов и законов Российской Федерации. Четел эйетнің зияреті медени программанен екінленді. Мұсафірлер бір sıra тарихи ерлеріні зиярет етечеклер. Оларының арасында Ливадия сарайы да бар. О ерде 1945 сенесінден берлі Ялта конференциясы кечірілі. Енді ақша мұсафірлер ярымаданы терк етечеклер. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Виталий Голубев, Милетичон. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов Жұмхуриетінің құруджилық сасы бойынша топлашывны конференц-баг низамында кечірді. Esas mevzu объектлер вақытында эксплуатацияға тапшырылмағаны ве весиқалар ақында нәтижевей кәғытлар беріліво мүдетлерінің бозылығы олды. Меселе доғырған объектлер арасында Қыдырлез, Мама, Чоқрақ елу, Харьков Ахмезжет Алушта Ялта трассасының чеші севелерінде пиаделер кечетлері бар. Сергей Аксенов мүдетлеріні бозған мемурлар ве векелетлі шақысларының ішлері бойынша тақиқат кечірмеге авали берді. Значит, провести служебное расследование, определить всех и наказать виновных в срыве сроков. Не интересует. Кто-то, может быть, будет 2 выговора получит, коллеги. Это, чтобы вам наука была всем. Значит, на следующей неделе, значит, Юрий Михайлович, вас прошу обеспечить внесение всех данных о наказаниях, всех вот на этот же портал, сюда же, чтобы все знали, то есть за что наказаны, соответственно, кто виноват в срыве сроков по конкретным мероприятиям. Сергей Аксенов қайдеткенне көре мемурларының борше япмағанлары объектлер эксплуатацияға тапшырылуына кедер етмеме керек. Бұндан ғайры Қырым елбасшысы инсафлы тұш қызметшілер жедвеліні тізмеге авали берді. Ярмаданын тарихи кечмішні огренілівінде да бір сыр açıldı. Таврида Құбасы Русия палеонтологларына бақшыш етті. Қырым Федераль университетінің алімлері Москва ве Екатеринбург шерлерінден келген зәнадашларының трасса құрылған вақыт тапылған Құбада палеонтологик тетқиқатларны девам етелер. Яңы тапылмалар арасында Стефанарин садлы Қадимей Киркеданның тышлері ве қабырғалары бар. Евелері Русия территориясында бұл айванлар яшамайды деген фікір барыда. Алимлер бұйық антилопаның бойнызны, бұғаларының кеміклеріні йоқ олған қапланын панжа боғымны таптылар. Таврида қасабасында фауна огренілігі девам етмекте. Қырымның тақиқат комитеті Мырза Қояш Қой мемориятының елбасшысына қаршы алып барған тақиқатны екунледі. Қадын медениет евінің құруджилығы кетішатында векелетлерінден ұстын чықувда қабатлана. Қой шурастың елбасшысы бежерілген ішлер ақында актыларны имзалады ве бұңа 12 миллион рубле төледі. Аматыш қызметші тек 5 миллионлық ішні бежерген. Шымды векелетлі шақысқа қаршы açылған іш махкемеде бақыла. Самоизоляция лягу етілген соны Қырым евелкі яшайш тарзына қайта. Жұмхурет елбасшысы Сергей Аксенов июльде аквапаркларының іші бойынша сыңғырлануларны лягу етті. Кезлерде ерлешкен су өгленжілері меркезі атланғанларны қабыл етмеге азырлана. Комплексны біріншілер сырасында Султания Сетакаева зиярет атты. Кезлевдеки аквапарк бірінші мұсафірлеріні қабыл етмеге азырлана. Кіріште незарет кечірілі судьях өлчене қолларының дезинфекциясы япыла. 2 саат ішінде билет сатқан кассада санитар ішлев кечірілі. Мұнда генераль темізлек япыла комплексын Хадима Владислав Носов бала бассейнны темізлей. Подпитка воды у нас постоянно здесь включена через нижние форсунки. Вода, остаток воды уходит через переливы.
вода постоянно циркулируется. Также детский бассейн у нас находится с подогревом. Хадимлерге заманеви техника ярдым ете бассейнлерны робот темізлей окычык чөплükні чамур ве құмны топлай. Умумен аквапарк территориясында 5 бассейн бар. Эпісі техник незареттен кечті. Сонра оларны теміз сувнен толдырдылар. Суммында темізлене ве фильтрациядан кече. Мы контролируем каждые 4 часа, делаем анализ вручную. У нас есть эталонный прибор, с помощью которого мы делаем исследование воды в 9 параметрах. Сув аттракционларыны да тамирледілер, бутунле пластик ортусына денештірділер. Шымды олардың хавсызлығына құртарыжы инструкторлар тәшкере. Горки безопасные, абсолютно чистые. Мы еще раз проверяем слаженность работы горок, функционирование и безопасность для людей. Бассейн янында шезлонгларны ерлештіріп башладылар. Әрше Роспотребнадзорның талапларына уя. Оларның арасында 2 метрлік месафе қалдырыла. Әрбір мұсафырден сон мұтлақа дезинфекция кечіріле. Конечно же, мы будем предпринимать все меры относительно безопасности наших посетителей. Это в первую очередь аквапарк рассчитан на семейный отдых, для нас это очень важно. Су меркезі чалышы башламаға азыр. Июльнен 4-нде Қырымның сәкинлері ве мұсафірлеріне бассейнде юынмаға ве су аттракционларындан таймаға имканлар ачылажақ. Султан Истакаева, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Иш адамлары үшін 43 миллион рубле. 17 фермачы Қырымның көк хожалығы везірлігінден грант алажақ. Иш адамларына айрылажақ инкишаф паралары фермачыларға қол тұту системасы ве кой кооперациясының инкишафы адлы регионал лейха черчевесінде берілежек. Ол Қырымда кечкен сенеден берле чалыша. Грантны үлде еткен фермачылар оз агростатларыны насыл ішлеткен ақтабы зымлевхамызда. Чоқрақлы шегелі көйінде текенсіз бүрілген асырайлар. Олардың берекеті пек бұйық мұнда бір чалыдан 15 килоға жеміш жемаға мүмкін. Қалған ерде ачық авада қырмызы торғай үзімі өсе теплисаларда есе желек піші. В этих туннелях у нас организовано боковое проветривание. То есть мы сами нашли схему, подумали, как сделать. Потому что летом здесь не то, что собирать, здесь просто растение не растет. Очень-очень жарко. И также у нас есть фан-койлы. Буквально в том году мы их приобрели, установили. Работают они от воды. То есть мы подаем холодную воду, они дуют холодным воздухом, горячую горячим. То есть как кондиционер? Да. Руслан яш фермачы ойкебен 17 сенесі Жұмхуриетнің кой хожалығы везерлегенден грант әлде етті. Бұл 1 миллион рубле параларға теплицалар тікледі ве обратный осмос деген аппарат сатын алды. Вышей суны иқтисат этмеге ярдым етежек. Он очищает воду от ненужных минералов, солей. Под высоким давлением вода подается на мембраны, вот их 3 штуки. Производительность у него 3 куба в час. Суны фильтрация япмақ үшін бір дөкмеге басмаға ве бір қач сәние беклемеге керек. Беждақадан сон енді темізленген суф ер бір өсімлікненің түбінде ақа. Бұсене Қырымның қой қожалық везделегенден 17 фермачы грант алажақ. Бұл фермачыларға қол тұтып системасы ве кой кооперациясының инкишафы адлы регионал лейха черчевесінде айрылған 43 миллион рубле. Деньги, конечно, даются для того, чтобы поднять производство сельхозпродукции в Республике Крым и поддержать именно малые формы хозяйствования, это начинающих фермеров. Вот в данном случае национальный проект он направлен на то, что участвовать в нашей программе могут не только крестьянско-фермерские хозяйства, которые зарегистрировались в этом году. Вот поддержка оказывается вот прям начинающим. 900 бинден 3 миллион рублеге же bu kadar parаны енді yakın күнлерде бережеклер. Алмасы Блакимова, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Ахмеджети Чукурча, яни Солнечная долина микрорайонында Кимамақ суқағы ярамай алда. Бұл ерде асфальт ешбір вақыт yok еді. Чукур үстінде чукур. Шеракметінде бұл меселе ақында бөлелер ве незарет етелер. Девама Айшы Шулакованың лепхасында. Зарема Акимова тәжірибелі айдавжел, ләкин атта ода терен чукурлардан кечіп оламай. Әрекетлер біраз doğru olmasa машина тамирінден қачмақның чересі yok. Приходится довольно часто ремонтировать машину, потому что покрытие, да, вот эти ямы огромные, это все сказывается на ходовой части, ну и на остальном. Мамақ соқағы Ахмеджет шеріндегі Чукурча микрорайонының əsas damarıdır. O 7 soqaqны бірлештіре ve ijtimai emniyetli yerlerге алып бара. Асфальт мұнда hiç bir vaqt yok еді. Yerli sakinler yolға çakıl toş
ишейлер. Ләкин бу ал мәселені вақыттынча чезе. Атта кичик ягмурдан сон юлдаки чукурлар кенеде пейда ола. Микрорайонының фаалжилері чешит инстанцияларға дефаларча мураджат эттилер. Ләкин нәтиже олмады. Как бы и не говорят, и нет, ну и да, тоже не говорят. Вот в чем как бы дело. И мы уже не знаем, куда обращаться, потому что на протяжении скольки лет это уже продолжается, а эффекта никакого нет. Уже невозможно просто ездить. Даже не то, что невозможно ездить, ходить невозможно, ноги можно тут поломать. Бу исе Мамах көйінің башы. Балабақчасы құрылған вақыт yolunun bu қысмына асфальт төшеділер. Қалдырымлар құрдылар ве сухақларда фенерлерні тікледілер. Ама пиаделер зонасы чоқ вақытқа даянмады. Здесь, получается, асфальт просто просел. Или здесь бутонки слой. И что творится здесь? Это все было выполнено в декабре. Yolsuzluk meselesi komşu Bitaq mikrorayonunda da aynı. Alinchuk sokağı boyunca yollarının tamiri tap keşken asırının 60. seneleri yapılgan edi. Böyle etip, Erkun Lenyara Celilova kişi kızının oy sokağında kezine. Yol yaramay olganı sebebinden arabaçık sekirekley. Akmejjet'in ortası sayıla ama merkez demege tül barmay. Çünkü bu merkezdeki en yaramay, en uzak koylardan daha yaramay vaziyet. Buna koruyorsunuz. Balanın ketkende, mesela poliklinikaga ketkende mümkün değil, mutlak. Ya bir taksi çağırsan, bu da bir mesele bilesiz mi? Taksiciler bunda kelmege reddeteler, istemiyorlar kelmege. Akmejjet'in memuriyetinde böyle cevap verdiler. Paytaxt yollarının tamiratına koşma para tarılganından bu sokaklar cedvelge koşulacak. Это будет, скорее всего, 2021 год. Если получить дофинансирование придет еще на этот год, дополнительно добавят деньги, тогда будем рассматривать, чтобы в этом году включить. Endi yarın Mamak sokağına komissiya yetip baracak ve eşilgen kaldırımlar boyunca aktılar tizecek. Tamir işlerini garantiya bergen tış hizmetçi becerecek. Ayşe Şulakova, Arsen Fukala, Millet için. Qırımda da 3 kişi koronavirustan tedavilenip evlerine qaytarıldı. Bir sutka devamında aynı hastalık da 8 kişi de belgilendi. Bu vaqtda ijtimoiy sayfasında Qırım yol başçısı Sergey Aksyonov yazdı. Июльнің бірінде Қырым Жұмхуриятының территориясында да 8 яны коронавирус хастасы анықланды. Учу сағлам адамлар скринингі вақытында бір инсан тиби ярдым сорап мураджат еткенде белгіленді. Хасталарының эпсі тиби муэссеселерге ятқызылды. Алақада болынған шахыслар белгіленді. Оларға низбеттен профилактик тәдбірлер кечіріле. Умумен Qırımda pandemiya başlағанынан берлі 706 кіші COVID-19 хасталанды. 520 кіші тәдәвиленді, 29 хаста әлек oldu. Саде хоббеден айлеви бизнеске жек Qırımda бодене фермалары фуал шекілде инкешаф ете. 2 ел девамында бір қоранда черчевесіндегі бизнес жолман көйінде рағбетлі oldu. Сабина Денеева bu адамларнен ve оларының құшларынан таныш oldu. 7000'den bodene ve 3 çeşit. Onlarını östürmek için 45 gün gerek. Fermacı Ridvan İsmailov ömür arkadaşım Maya Hanım ile 2 yıldan ziyade bodenlerini asraylar. Baştan bu hobiydi, son bu işle ciddi yanaşıp başladılar. У меня уже есть перепелки, которые до полкило весит тушка и 650 грамм в живом весе, то есть это, ну, как бы, это серьезно. То есть обычно стандарт обычно 300-350 грамм, а полкило это уже очень серьезно, да. Bu kuşlar küçük olganına nisbetten onların yumurtaları yirice, ince. Birkaç renk karışması tüzdeki kabukның tübünde kavi plenka var. Kuşlarını bir gün 2-3 kere aşatmak gerek. От корма зависит качество яйца, и качество самой перепелки, и рост ее, и как она будет расти, и какое качество она сама даст. Bütün işini özleri becerirler. Hiçbir yardımcıları yok. Ridvan ve Maya için bodeneler bir cihetten ailevi biznes. Kuşçuklar arsız değil ama onların da öz talapları var. Onlar oturgan yer sutkada 17 saat devamında yarık olmalı. Maksus aşıklarga yem koşarlar. Suvlarını yanılatalar. Перепелок спрос хороший, да, потому что это диетическое мясо, это вкусное мясо. Яйцо тоже очень полезное. Допустим, если куриное яйцо
сырым пить опасно, то есть могут быть какие-то болезни, да, то перепелиное яйцо можно пить абсолютно спокойно. Bu dünyeler akşam saat 6'dan 8'gece yumurta kozlaylar. Bu dünya yumurtalarının inkubasyon devri 17 gün. Kuşçuklar aman 6 saat devamında dünyaya geliyorlar. Bir yarım aydan son endi aç çıkıp başlaylar. Şimdi İsmailovlar korantası bütün paralarını bu dünya biznesine koşarlar. Paradan gayrı canımızı koşamaz, dep tarif ederler. Мы пропаиваем птицу специальными препаратами для того, чтобы не болели. Поэтому они хорошо переносят все болезни. Bodelerini doğru satın almak için onların tışkı görüşüne ve özlerinin nasıl alıp barganlarına dikkat ayırmak gerek. Gözleri temiz, ayakları tegiz olmalı. Kuş faal olmak gerek. İsmailovlar böyle faal kuşların sayısını 15.000'gece artırmaya niyetleniyorlar. Sabina Diniyeva, Alim Sidaliyev, Millet için. Şimdi kadakaha bu hepsi haberler gelecek yayınımızın 21 buçukta kaçırmanız. Hayırlı akşamlar.